Сәлем қыздар, мен бүгін осындай үй жағдайындағы мантыны істедім. Өте жабыспайтын, езілмейтін ерекше болып піседі. Құрамы тек 3-ақ заттан тұрады. Ол үшін бізге керегі туралған жуа, тартылған ішек қарын және асқабақ керек болады. Асқабағымызды өстіп турап аламыз. Қалауыңыз бойынша түспей бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мейлінше салфанмен араластырған жақсы. Өзім солай араластырамын. Міне біздің фаршымыз дайын болды. Енді қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды бөлшектеп алып, жаймен сығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Өзі тез ысылады. Қамырымызды ысып, түрпішлеп турап алып, салмасын салып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша бүктесеңіз болады. Мен қарапайым түрде бүктеймін. Міне біздің мантымыз дайын болды. Енді отқа 35-40 минуттай қойып қоямыз. 40 минуттан асып кетсе, қамырымыз езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан ертерек алған жөн. Міне біздің мантымыз дайын болды. Еш жабыспаған, езілмейтін, ерекше дәмді болып шығады. Егер ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.